Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Құрметті бауырлар, Алла тағала келе жатқан баршамызға Рамазанды берекелі қылсын. Соншалықты күткен Рамазанымызға аман есен жетіп, мойнымыздағы құлшылығымызды көркемдікпен, әсемдікпенен Алланы риза қылатындай қылып атқаруды Алла тағала нәсіп етсін. Одан кейінгі Рамазандарға да иншалла бұйыртып жеткізе берсін. Біріншіден, Рамазанның ұлылығы және оны сезіну мәселесін қозғап кеткім келеді. Құрметті жақсылар, алдымызда руханиятқа толы болған, алдымызда адамның ішкі жан дүниесін тазалайтын, адамның осы өмірдегі бүкіл тіршілігінің әсемдігі саналатын сондай руханиятқа бай болған ай Рамазан айы келе жатыр. Әлбетте, иншалла, Рамазан айында да тікелей эфирге шығып, сондай бір әсем пайғамбарымыздың, әулиелердің, үлкен кісілердің сөздерімен бөлісіп, сол Рамазандарыңызды әсем қылып, Рамазанды бір сондай мықты сезіммен өткізуге жәрдем беріп тұрармыз. Дегенмен, қазіргі заманның тілімен айтқан кезінде қандай бақыт болса да, барлық бақытты Алла тағала адамның өзінің ішіне қойған. Бақытты сырттан іздемеңіз. Сіз үшін ешкім бақытты жасап беруге, бақытты жасатып, сізді бақытты қылуға мойнына алуы дұрыс емес. Бәлки ол сезімді өзіңіз табуыңыз керексіз. Дәл сол сияқты осы Рамазанның сезімін, Рамазанның әсем болып, оны рухани бай болып өтуіне бірінші орында себепкер ол сізсіз. Оны ешқашан сырттан іздемеңіз. Бәлки сол ішкі жан дүниеңізді байланыстыра біліңіз. Сол мәселеде мен Ата-Алла Сакандаридің хикметтерінің бір хикметін мысал қылғым келеді. Ол кісіден риуаят қылынған хикметтер өте көп. Ғалымдарымыз 264-ке жақын хикмет жинаған. Соның ішінде енді әрбір хикметті бұлай жеңілетіп бірнеше рет оқып шықсақ та, соны қайта оқыған сайын мен таң қаламын. Солардың біреуі, мысалы, ең әуелгі, ең бірінші жазған хикметі амал менен үміт жайындағы хикмет. Осы мәселені мен қозғап кеткім келеді. Және соны қозғай тұра тағы келесі бір сұраққа өткім келеді. Амал және үміт туралы айтқан әсем бір сөзі бұл кісінің. Бұлай деп айтады екен: кімде кімнің амалға сүйенуі көп болатын болса, немесе амалға көп сүйенетін болса, бір адам, ол кісінің басына іс түскенде үміті азаяды дейді. Мағынасын қарапайым түсіндіргенде, мысалы, сіз сауап амалға сүйеніп қалсаңыз, осы жақында да сондай бір мәселелерді көп естідім. Мысалы, оразаңыз, зекетіңіз, қажылығыңыз, басқа өскен сайын сіздің үмітіңіз өседі. Жәннатқа деген үмітіңіз өседі. Аллаға жақындадым деген бір сондай бір қандай да бір сөздер өседі. Әйтсе де, әйгілі әулие кісі бұны дұрыс емес көреді. Өйткені, дәл сол сияқты адамның амалы пәс түскен сайын үміті де төмен түседі. Мысалы, оразасы аз болып қалса, ол кісі жәннатқа кірамай қалам деп ойлайды. Намазы аз болып қалса, жәннатқа кірамай қалам деп ойлайды. Ал енді шын мәнінде қандай болу керек десе, ғалымдарымыз айтады: сіздің үмітіңіз біреу болу керек. Ол сіздің амалыңыз өсуіменен өсіп, амалыңыздың кемуіменен кеммеу керек. Түсінікті ғой, яғни сауап амалдар көбейген сайын үмітіңіз көбейіп, күнәңіз көбейген сайын үмітіңіз төмен қарай түсуі, бұл сіздің дінді түсінбеуіңіз. Және де руханиятқа деген қадамыңыздың қателігі. Бәлки оны әйгілі Мұхаммад Сады Мұхаммад Юсуфтың әсем бір сөзі бар. Алла ол кісіні рахымына алсын, жатқан жерін жайлы қылсын. Мынандай бір әсем сөзі бар. Осы сөз мүмкін жоғарыдағыны түсіндіреді деп ойлаймын. Балам дейді, баласына айтқан өсиеттері болу керек. Балам, сенің мойныңа бүкіл халықтың күнәсі артылып қойса да, бүкіл мойныңа халықтың күнәсінің бәрі саған артып қойса да,
Алладан үмітің кемімесін дейді. Қарасаңшы, бүкіл халайықтың күнәсі сенің мойныңда. Бірақ сен Алланың мейірімінен еш қашан үмітсіз болмауың керек. Екінші дәл соның қарама қарсы беті, балам дейді, егер бүкіл халықтың сауабы сенің мойныңа ілініп қойса да, сенің үмітің артып кетпесін дейді. Өз-өзіңе тәкаппарланып, о, жәннаттың бәрін мен алып алдым деп, кәлеңнен шығып кетпе дейді. Тура осы сөзді қайталағаны. Яғни, сіз амалыңызға сүйенуіңізге болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сол үшін айтқан сөз бар. Ешбір адам өзінің жасаған амалымен жәннатқа кірмейді дейді. Сонда, я Расулалла, сіз де ма дегенде, мен де дейді. Бірақ Алла тағала мені мейіріміменен баурап алды дейді. Алланың мейірімі шексіз. Алла жайында сіз қалай ойласаңыз, Алла сондай болады деген сөздері бар. Айтқым келген нүкте, құрметті бауырлар, алдымызда Рамазан айы келе жатыр. Рамазан айында сауап істер сізді алдап қоймасын. Мен сұмдық бір сондай тақуа болып кеттім деп. Және керісінше, Рамазан айында мүмкін кейбір істерді сіз жасай алмай қаларсыз. Кейбір істерді сіз оябын тауып, көп қылып реттей алмай қаларсыз. Ол да сізді Алладан үмітсіз қылмасын. Рамазан айы келмей тұр, мен әдейі айтып жатырмын. Сауап амалдар жасау, онда кейде ой келеді ғой. Онда неге жасаймыз сауап амалдар дегенде, кітап ақтарып отырып, бір әсем бір сөзге келді. Бір ғалым кісі айтқан екен. Амалдар арифтардың алдында, Алланы таныған халықтың алдында үш түрлі болады дейді. Амалдар Алланы таныған халық алдында үш түрлі болады екен амал. Шариғат амалдары, ол сіздің тәніңізді, сыртыңызды түзейді. Тарихат амалдары, бұл сіздің ішкі жан дүниеңізді түзейді. Және хақиқат амалдары, бұл сіздің сырыңызды түзейді дейді. Оның бәрін енді келешекте, алдағы уақыттарда біреулеп кіріп шығармыз. Әйтсе де, айтқым келгені, амалдардың барлығы сізді, бізді тазалау үшін келеді. Құрметті жақсылар, біз, Алла тағала біз үшін, бізді лайдан тазалау үшін қанша қалап бізге сауап амалдар жөнетіп атса да, біз өзіміз кейде лайға лақтырамыз. Алланың мейірімін сезіне алмай қаламыз. Міне сол Алламенен сізді жақын қылатын ай Рамазан айы келе жатыр. Ол айды әрбір күнін бір сауалмен өткізсеңіз екен, сіз және Алла араңыздағы байланыс қаншалықты болды? Осы сауалменен өткізсеңіз екен. Біліңіз, бұл дүниедегі одан бөлек нәрсенің барлығы жай ғана өткінші дүние. Тіпті бір ғалым кісінің әсем бір сөзі ерекше келеді ғой. Құранда айтады ғой, фәзкуруни әзкуркум деп, мен зікір етіңдер, мен сендер зікір етем дейді. Осы зікір туралы айтылған сөзде Алла тағаланы зікірі туралы айтқанда бір ғалым кісі, әулие кісі айтқан екен. Алланы зікір еткенде басқаның зікірі болмауы міндет деп. Ойдан барлық нәрсені тастаңыз. Ауру сырқау, өмірдегі қажеттілік, барлық нәрсе. Егер сіз осыны тастай алмасаңыз зікіріңізде, онда сіз зікірдің ақысын бере алмадыңыз. Толық бере алмадыңыз. Я, иншалла, қабыл етеді. Құлшылық ғибадат да дәл осылай болады. Қорытып айтатыным, құрметті жақсылар, алдымызда Рамазан келе жатыр. Ол күндегі сіздің қарныңыз аш болып, Алланың адал қылған нәрселерінен өзіңізді тұтуыңыз, құлшылыққа, ғибадатқа күш қуатыңыздың бәрін жұмсап, шамаңыз келгенше Аллаға жақын болуыңыз, осы айда сіздің алатын үлесіңіз. Пайғамбарымыз сол үшін айтады.
Рамазан басына келіп, күнәсі кешіріле алмай қалған адамнан бейшара адам жоқ дейді. Алдымызда акция айы тұр. Бүкіл күнәнің барлығын нөл қылып, Алла тағала жоқ қылып кешіретін ай тұр. Ендеше осы айды дұрыс, әсем етіп өткізу ол сіздің қолыңызда.